Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйде жасалатын өте дәмді және де тез жасалатын шоколадты банан коктейлінің рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Рецепт үшін бізге 3 ингредиент қана қажет болады. Ол сүт, шоколадты балмұздақ. Мен осындай Айза фирмасының шоколадты балмұздағын қолдандым. Және де бір банан, және де блендер стақан қажет болады. Ең алдымен бананымызды турап аламыз. Және де коктейлді әрлеу үшін мен осындай 2 дана бананды турап бөлек қойып қойдым. Бұл тек қана әрлеуге ғана қолданам. Достар, егер сіздерде осындай блендер стақан болмаса, погружной блендермен де жасауға болады. Енді стақанымыздың ішіне банан, балмұздақ және де сүтімізді құямыз. Рецепт өте оңай жасалады, және де бананның орнына басқа да жеміс-жидектерді қолдансаңыз болады. Енді осылай стақанымызды орнатамыз да 1-2 минут қана жақсылап блендермен ұрып аламыз. Міне біздің осындай өте дәмді, керемет коктейліміз дайын болды. Рецепттің оңайлығы сондай, бұл рецепті бала да жасай алады. 1-2 минуттың ішінде бізде осындай өте дәмді коктейль дайын болды. Енді әдемілеп стақанымызға құямыз да, коктейлді әртүрлі етіп әрлесеңіздер болады. Және де бұл рецепті 2-3-ке көбейтіп, көбірек жасасаңыздар да болады. Мен коктейлді осылай стақанға құйып, бананмен және де какаомен әрледім. Енді ол әр адамның өзінің фантазиясына қарай, негізі шоколадты крошкамен де, құлпынаймен де әрлесеңіздер болады. Жаздың уақытына өте таптырмас, дәмді, салқындататын коктейльдердің бірі деп айтсам да болады. Әсіресе шоколадты жақсы көретін жандарға. Достар, менің каналыма тіркеліп, үліпіл басуды ұмытпаңыздар, және де менің рецептіме жасаңыздар. Алдыда әлі көптеген рецепттер болады. Келесі кездескенше күн жарық.